Всем привет. Короче, қазір түнде менің ішім пысты. И мен бір адамның жақсы жағын айтқым келеді. Ол менің сүйікті әншім Садырдин әрине. Ой, енді алдыңғы видеоны ең бірінші тауып алыңдар. Содан соң барып екінші видеоны көресіңдер. Неге сен Садырдин? Неге сенің сүйікті әншің ол Садырдин? Сол сұраққа сіздер келетін болса, мен былай жауап беретін едім. Себебі оның маған тек қана өлеңдері ғана ұнамайды әрине. Оның маған мейірімділігі ұнайды. Фанаттарына өте керемет, басқа әншілер сияқты емес. Көңілді. Прям мен бір видео көріп қалдым да. Неді? Бір қыздың телефоны сынып аккаунты Садырдин подписать еткен аккаунты, короче, кетіп қалды ғой. Саған ең бүкіл телефон кетіп қалды. Одан соң анау қыз жылайды. И анау Садырдин ана видеоны көреді ғой. И комментіне кіреді там. Новый аккаунты бар ма, анау мен сатып алып берейін, новый телефон дейді ғой. Ема. Айтпаймын, көрдіңдер ме? Осындай болу керек қой. Әнші деген басқалар құсап емес. Вот. Сендер, может, кейбіреулер неғып Садырдин, неғып баян сұлу емес, неғып Илхан емес деп отырсыңдар, как всегда. Вот, олардың ондай мейірімділігі, қамқорлығы, короче, жоқ. Нөл олардікі. И сосын мен ол жаңбыр жауса да, ана Шымкентте жаңбыр жауды ғой, 22-ші наурыз. Сол кезде де өлең айтып көрдім ме? Басқалар болса отказать етіп жіберетін бе ме? Отказать жіберетін ма? Білмей. Сонда етін сияқты, короче. Сонда да ол еще фанаттарын сахнаға шығарса, басқалар әншілер сияқты кетіп бараны етер желмейді ғой. Құшақтап, бірге өлең айтып. Мен Шымкентте тұрсам арманым орындалатын еді Садырдин көріп. Но мен бір адаммын, ол баян сұлуды көру. Мен живой өмірінде бірінші рет әншілерді көрдім. Ол только бір әншіні көрдім. Мен Әділет Жауғашарды көргім келеді, Садырдин көргім келеді. Ең бірінші Садырдин. Одан соң бір Әділет Жауғашар. Одан соң еще баян сұлу. Хочу просто. И қасындағы қыздар, екі қыз бар еді ғой, мен любимый қыздар. Ақнұр и тағы бір қыз, короче. Соларды көргім келеді. Вот. Ішім пысып кетті, соны видео бастағам.